Бәріңізге сәлем, қыз келіншектері. Бүгін біз сіздермен тауықтың етінен пальдива жасайтын боламыз. Бірінші ол үшін тауық етімізді аламыз. Оны жуып, кесіп аламыз. Ұзындап кесеміз. Кесіп болғаннан соң ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға салып, оған приправамызды саламыз. Менде ол паприка. Және де тұзымызды, және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Біздің тауығымыз тұрған уақытта біз пиязымызды турап қоямыз. Ал одан соң соусымызды жасаймыз. Оған менде сметана, және де томатная паста, және жылы су жақсылап араластырамыз. Ал енді міне пісте майымызды құйып, қыздырып аламыз. Оған пиязымызды саламыз. Қуырылып болғаннан кейін үстіне тауық етімізді саламыз. Оны жақсылап қуырамыз. Қуырып болғаннан соң үстіне соусымызды құямыз. Соусымызды құйып, араластырып, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Тез әрі жылдам пісетін тағам бұл. Ал бұл уақытта біздің дайын болған күрішімізді жүгермен араластырамыз. Бұл біздің гарнирімізге болады. Салып, міне араластырып, ыдысымызға әсемдеп қоямыз. Ал міне біздің уже подливамыз дайын. 15 минутта дайын болады. Тұзымызды салып, өзіміз баптап аламыз. Сіздерге қандай дәм ұнайды, соған қарай баптайсыздар. Приправа қажет болса қосасыздар. Міне дайын уже. Мен осылай әсемдеп салып алып жатырмын. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап жатсаңыздар, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Менің YouTube каналыма кіріп көретін болсаңыздар, менде күрішті қалай рассыпчатый етіп пісіретін тәсілі бар. Кіріп қарап көріңіздер. Ас болсын. Көргендеріңіз үшін рахмет.